әртүрлі мемлекеттерде қабылдану әртүрлі болады. Постоянно әке жақсы болғанмен неге сонша көп бала тудым да? Олар менің ойымша тек қана шабыт алатын сияқты. Бәріне танымалды авторларды алады да, танымал авторлар көбіне сол шетелдік әдебиетте болады. Сіздер тек қана бергі жағын ғана білесіздер. Көбісі мақтады, бірақ көп адамдарға ол кітап өтпеді. Жастар көбіне қазір маркетинг жағына көп көңіл аударады. Ойым қалыптасып қалды да, қазақ әдебиетінде тек қана бір жанрда ғана тек қана Бізде қазақ әдебиеті қазір көп оқылмайды, көп шығармалар оқылмайды, тек танымал шығармалар ғана көп басымдылыққа ие. Басқа ортаға барып, өз ойыңды айту, қазір кезде бізде бір қысым болатын сияқты. Адамдар кітап талқыға бармайды, өйткені өздерінің ойларын ашық жеткізуге қорқады адамдар. Қазақша оқымайсың ба, қазақша оқыған жақсы, сен өз еліңді құрметтемейсің деген. Өлгендерді емес, тірілерді ая дейді ғой. Одан кейін мен бір жазушыны айтқым келіп тұр, өйткені ол жазушыны ешкім айтпайды. Сәлем достар, әдеби терапия каналында кезекті сеанс, көптен күткен. Бүгін менде қонақта менің студенттерім UIB университетінің журналистика пәнінде оқитын студенттер. Бүгін осылай жаңағы кітап клубы сияқты форматта еркін әңгімелесек деп отырмын. Және осы жастардың жолы жеңілдеп жаңа маусымда осылай бастауға шешім қабылдадым. Қыздар, қош келдіңіздер. Келіскендеріңізге рахмет. Біріншіден таныстырып өтейін, Аружан, Нұрай және Жанерке. Жалпы сабақта да біз кітап туралы көп әңгіме айтамыз ғой. Сол мен үшін ылғи қызық сұрақта, жастар қазір өзі не оқиды? Не айта аласыздар? Үшеуіңіздің талғамыңыз үш түрлі екенін білемін. Мен бірінші отыр екенмін, бірінші бастай берейін. Жалпы мен қазақ әдебиетін оқыған жақсы көрем. Әлем әдебиетін оқимын, бірақ анда-санда бір көңілім түскен кезде, шабытым оянған кезде оқымасам, бірақ негізі көбіне қазақ әдебиетін өзім сүйіп оқимын. Кішкентай кезімнен бері жақсы көремін. Қазақ әдебиетін оқығанды енді көбісі айтып жатыр ғой, қазақ әдебиеті ол тек қана әйел теңдігі жайлы әңгімелер қозғайды, ол жақта қызық еш нәрсе жоқ деп. Бірақ мен айтар едім, сіздер тек қана бергі жағын ғана білесіздер, арғы жағына үңіліп көрмегеннен кейін оның негізгі түп мағынасын, қандай әңгімелер бар ол жерде, қандай шығармалар бар білмейсіздер, туындылар бар. Сондықтан да әлем әдебиетінен қараған кезде маған қазақ әдебиеті өзіме қызығырақ. Сіздер, бізде шетел әдебиетінің. Иә, біз тек шетелін оқимыз. Менде тек шетел емес, қазақ әдебиетінде оқимын. Бірақ, жартысынан көп менде әлемдік әдебиеттер. Ол да орыс тілі, қазақ тілі, түркше жазушылар, ағылшынша жазушылар бәрін оқи беремін. Себебі әр жанрда оқыған ұнайды. Бір жанрға ғана емес, бір ғана авторға емес, әр авторды көріп, әр авторды оқып, шығармаларын оқып көрген өзіме ұнайды. Себебі әр жанрда бір нәрсе түйіп аламын. Сол мен де көбіне шетелдік әдебиеттерді оқимын. Себебі ана Нұрай айтып кеткендей, мен ойым қалыптасып қалды да, қазақ әдебиетінде тек қана бір жанрда ғана тек қана көркемдеп, әсерлеп, трагедия ма? Сондай сияқты да. Ал неде шетелдік әдебиетте андай выборың, таңдауың көбірек болады да. Сол үшін, сол себепті көбіне сол шетелдік әдебиетті оқыған сүйемін. Сол жеңіл көрінеді өзіме. Жалпы не үшін деп ойлайсыздар, шетел әдебиетінің сұранысы жоғарырақ қазақ әдебиетіне қарағанда? Себебі аудиториясы көп қой. Аудиториясы көп болғанымен олар деген соны таратады да, и көпшілікке бүйтіп спрос асады. Және де жаңағы стереотипте қатысты сияқты, әлем қазақ әдебиетінде тек қана әйел теңдігі ғана қозғалады деген нәрсе адамдардың миларында қалыптасып қалған нәрсе де әбден сіңіп қалған. Сондықтан да әлемдік әдебиет ол әртүрлі жанрды қамтиды деп ойлайды да, сондықтан да әлем әдебиетіне сұраныс көбірек деп ойлаймын. Және де әлем әдебиеті көбінесе қазіргі жастарда диалогтар көп оқылады. Себебі
классика жанрына алатын болсақ, ол жерде сипаттау көп. Сипаттауды көбісі қазір оқымайды, себебі қазіргі адамдар тез дайын нәрсе көргісі келеді, кітапты тез оқып тастағысы келеді. Сипаттағанды ұната бермейді көбісі. Диалог көп болғаннан кейін әлем әдебиетінде жанрларында және де жанрларына қатысты қызықты болған соң мүмкін сол үшін оқитын шығар. Бұл жерде тағандай маркетингтік шешімдердің де Иә. Негізінде қазақ әдебиетін мысалы үшін жарнамалап, ондай нәрселер жалпы жасалынбайды ғой. Шыны керек, мойындау керек. Мысалы үшін кітапханаларда өздерінің енді ғана өздері бастап жатыр ғой, дамытып ше, TikTokқа, Instagramға салып, соған да байланысты сияқты жастар көбіне қазір маркетинг жағына көп көңіл аударады, көңіл береді. Соған да байланысты деп ойлаймын. Бұл жерде тағандай маркетингтік шешімдердің де әсері бар деп ойламайсыздар ма? Негізінде қазақ әдебиетін мысалы үшін жарнамалап, ондай нәрселер жалпы жасалынбайды ғой. Шыны керек, мойындау керек. Мысалы үшін кітапханаларда өздерінің енді ғана өздері бастап жатыр ғой, дамытып ше, TikTokқа, Instagramға салып, соған да байланысты сияқты жастар көбіне қазір маркетинг жағына көп көңіл аударады, көңіл береді. Соған да байланысты деп ойлаймын. Менде даже TikTok'та да қазір букток қатты танымал болып бара жатыр ғой. Сол жерде блогерлардың бәрі көбіне аудиториясы көбірек болсын деп бәріне танымалды авторларды алады да, танымал авторлар көбіне сол шетелдік әдебиетте болады. Және де сол үшін соны көбіне жүргізе береді, сөйтіп жастар сол үшін. Букток деген ол хэштег ба? Хэштег және де былай қарасаң отдельный комьюнити сияқты ғой. TikToktың өзінде сол кітаптарға арналған сондай бір жанр десек болады. Қазіргі кезде әлем әдебиеті тек шетелдерде ғана емес, бізде де аударылып жатыр. Оны да айтып кету керек. Себебі шынымен де қазақ әдебиеті қазақша оқитын адамдар, қазақша кітап оқитын адамдар аз болғандықтан аудармаларын көп адамдар алады. Кейбіреулер салыстырады екі кітапты да оқып, ал кейбір адамдар қазақшасын оқығысы келеді. Себебі әлемдік әдебиеттер орыс тілінде жазылғаннан кейін былай қарасаң бір аудармасы түсініксіз болады. Ал қазақша аудармалары бізге жақын болған соң, қазақша аудармасы бізге жақын болғаннан кейін оқығысы келеді. Сондықтан аударма шығарып жатқаны да айтып кетсек болады. Қазақстанның бір үлесі деп. Жаңа аудармаға байланысты. Мысалы, фильмдердің әртүрлі елдердегі франшизасы болады ғой, иә? Мысалы, бір сценариймен Америка, Корея, Турция, бәлкім кейде Ресей деген сияқты әртүрлі мемлекеттерде қабылдану әртүрлі болады. Тура сол сияқты ағылшын, орыс, қазақ тілінде айырмашылық бола ма? Әсер алу жағынан. Фильмдерде ма? Кітап жағынан. Иә, негізінде. Мен ағылшын тілінде оқығанда ол жердегі сөздерді дұрыс аудармайды орыс тілінің өзі. Себебі қалдырып кетеді, немесе орыс тілінде ағылшын тіліндегі сөздер жоқ болуы мүмкін. Және де фильмдердің өздеріне қарайтын болсақ, шынымен де ағылшынша фильмдер, шетелдің фильмдері басқа атауы басқа болғанмен де орыс тілінде оны дұрыс аудармайды. Өздеріне ыңғайлы қалады. Сюжетке қарай. Сол сияқты. Мысалға, ағылшын кітаптарында детальдарға көп мән береді. Яғни ағылшын кітабын оқыған кезде, ағылшын тілінде оқыған кезде детальдары сипатталады, уақыты барлығы анық жазылғанымен, орыс тілге аударылған кезде жарты детальды ұмыт кетеді, немесе дұрыс сюжет түсінбей қаласың. Және де қазір шетелдік аудармаларды, шетелдік жаңағы туындыларды қазақшаға аударып жатыр ғой. Және де маған шынымен де өтіп жатыр, шынымен өте күшті. Аударғандары шынымен қазақша жазылған сияқты ана кітап. Түпнұсқасы қазақша сияқты да. Оқыған кезде емін еркін оқисың. Сондықтан мен жақында ғана осы түн ортасында кітапхананы оқып шықтым, және де маған өте қатты ұнады. 10-нан 8 деген баға берем. Арасында енді кейбір Қандай жанр? Фантастикаға ұқсайды. Негізінде арасында кейбір кемшіліктер бар, бірақ дегенмен де бұрынғы аудармаларға қараған кезде өте жақсы дамып жатыр. Соны ерекше айта кетсек болады.
қазақ әдебиетінде тек қана әйел тақырыбы ғана көтеріледі деп ойлайды, тек қана трагедия бар деп ойлайды деп. Иә? Көбісі деп айтып жатыр. Қандай сюжеттік ерекшеліктер ұнайды негізі? Диалогтан бөлек. Мен бүкіл жанрды алып кетемін. Бағана айтып кеткендей, әр жанрдан бір нәрсе түйіп алуға болады. Және мысалға фантастикаға келетін болсақ, әлемдік әдебиетте қызығы бір шынымен де андай фантастика екен көрініп тұрады, оқығың келеді, бір оқып отырып кәдімгідей неге кіргіңге қалай айтсам болады, воображение, қиял, кәдімгідей қиялына ерік бересің, оқығанда бір өзіңді ерекше сезінесің. Сол оқиғада жүргендей боласың. Және де көбінесе романдарды айтып кетсек болады. Романдардың өзінде қызығып қарайсың. Мысалға, қазақ әдебиетінде біз романдарында трагедиямен бітеді. Көп емес, бірақ кейбір кітаптары танымал кітаптары трагедиямен бітеді. Ал шетел әдебиеттерінде трагедиямен емес, кейде хэппи-эндте болады. Ал кейде қалай айтсам болады, открытый финиш дейді ғой, сондай сияқты ашық финал қылып қалдырады. Ол кезде өз ойына ерік беріп, өзін ойланып, яғни кітабымды өз қалауымен бітіргім келеді. Жаңағы ашық финал деген көп адам ұнатпайды ғой негізі. Не болды деп ары қарай ойланғанын ұната бермейді. Сіздер үшін ол норма ма? Мен үшін, мен өзім маған ұнайды сол. Ашық финал жайлы айта кетсек, мысалы мен ашық финалды өзім ұната бермеймін. Өйткені расымен де ары қарай оны қиялмен өзің алып кету маған қиынды. Сол үшін де маған автордың өзі қалдырған нұсқа ұнайды, шешімдері ұнайды. Енді жалпы қазір топ танымал бір 3-4 кітап бір айтып өтсек. Қазір не танымал? Мысалы, жастар арасында қазақ әдебиетінде Қарғын, Дулат Исабеков өте танымал, Төлен Әбдік танымал. Одан кейін Шерхан Мұртаза, өзім өте жақсы көрем. Және де осы 3 ақын, жазушы көп айтылады. Жастардың арасында көп жаңа талқыға салынады олардың шығармалары. Әсіресе Қарғын дегендер. Және де көбісі енді ойлайды ғой, Қарғын деген кезде Дулат Исабеков жалпы барлық өзінің кейіпкерлерін жаман жақтарын да, жақсы жақтарын да ашып көрсете білгенде, ол кісі реалист яғни. Ал кейбір жазушылар мысалы үшін тек қана идеал ретінде көрсетеді кейіпкерлерді. Ол мысалы әлем әдебиетінде деп айтсам болады. Ал бізде қазақ әдебиетінде шындықты жақсы көретін реалист жазушылар өте көп. Мен солай ойлаймын енді өзім. Сол, мне кажется, қазақ әдебиетінде реалист болып жазғанда осы еркектің идеалы жоқ сияқты қазір. Ал әлем әдебиетінде более қиялға беріліп, барлығын күшті қылып жазғанда сол себептен барса. Негізінде бұлай айтар едім. Бізде қазақ әдебиеті қазір көп оқылмайды, көп шығармалар оқылмайды, тек танымал шығармалар ғана көп басымдылыққа ие. Соларды ғана айта береді, соларды ғана талқылай береміз, соларды ғана айта береміз. Сондықтан да біз ойлаймыз, әлем әдебиетінде көбірек идеал еркек, ал қазақ әдебиетінде азырақ депші. Бірақ негізінде біз оқылмаған, мысалы үшін Сәкен Сейфуллиннің да, Бейімбет Майлиннің да қаншама шығармалары баршы. Бірақ олардың барлығын біз талқыламағандықтан білмейміз де. Сол үшін де ең бірінші әлем әдебиетін тек қана былай бет бейнесі деп алатын шығармаларды ғана емес, одан да бөлек шығармаларды оқу керек секілді. Мысалы, мен өзім белгісіз жазушыларды оқығанды жақсы көремде. Сол кезде өзіңе бір басқаша бір жанрды ашасың өзіңе, не болмаса басқа бір жазушыны ашасың. Ал әлем әдебиетінде де, мысалы үшін, идеал еркектер өте көп қой, мысалы. Мысалы, мистер Дарси деп. Мистер Дарси айта алмас едім. Мен просто сүйіктінен болған соң сөйтіп қалыптасып қалды менде. Тәкаппар ой депші. Николас Спаркстың кітаптарынан алсақ болады. Ной дегендерді, Лэндон бар. Тағы. Мен мысалы қатты танымал кітаптарды айтып жатырмыз ғой. Қарғынды аса түсіне қоймаған оқырманның бірімін. Тура сол сияқты болады ғой. Адамдар бәрі айтып жүр. Оқып көресің, содан не болды деп ойланып қалатын кітаптар. Мысалы, Алхимик деп солай болды. Мартин Иденді алсақ болады. Көбісі мақтады, бірақ көп адамдарға ол кітап өтпеді. Себебі
ол жерде адамның басынан бастап жетістікке жетуі. Ондай кітаптар басқа жанрларда да, басқа кітаптардың өздерінде де ондай не бар, сюжет бар, элементтер бар. Сосын махаббаттың 40 қағидасын. Маған өткен жоқ мүлдем. Білмеймін. Менде мүмкін көп нәрсені күтіп қойған шығармын. Содан да болуы мүмкін. Иә, өйткені барлығы тиктокта осыны оқуың керек деген кітаптардың арасында сол кітап тұрды да. Мен басын бастап оқыдым, бірақ соңына дейін жеткізген жоқпын. Өйткені егер мені басы тартып алып кетпесе, мен ары қарай оқымаймын ол кітапты. Сондай болды. Бірақ аудармасы маған ұнады. Аудармасында сөз жоқ, Білмеймін, кітаптың өзі маған өтті. Әдемі жазылған, сюжеттердің бәрі, кейіпкерлердің бәрінің өмірлеріне кіріп бейнеленген әдемі. Ол енді әркімнің қабылдауына байланысты ғой. Кейбір адамға өтеді, кейбір адамға өтпейді. Біреуіне открытый конец знает, намай. Дұрыс қой, енді әр оқырман сондай ғой. Оқырмандардың бәрі неге сөйлескенге талқылағанда ондай нәрсе өте керемет деп ойлаймын. Себебі әр адам ойы әртүрлі және басқа адамның ойы саған мүмкін тоже бір нәрсе түйіп алатын шығарсың. Дискуссия жүргені өте дұрыс негізінде. Көп жастардан естимін да, мысалы кітап оқыған жақсы көремін, бірақ талқылайтын орта жоқ дейді. Ондай да проблема. Ондай негізінде орталар өте көп қой. Жай ғана іздемейді адамдар. Ерінеді. Және де уақыт жоқ, анау жоқ, мынау жоқ деп сылтауратып жүре береді. Мысалы үшін неше түрлі клубтар бар, тіпті кітапханалардың өздерінде кітап талқы жасайды негізінде. Мысалы осы Алматы кітапханасының жақында көріп қалдым. Кітап талқы жаңа өздерінің клубы бар екен. Сол сияқты басқа да кітапханалардың өздерінің клубтары бар негізінде. Бірақ оны тек қана маркетинг жағынан дамыту керек сияқты. Адамдарға көрсету керек. Бәлкім тиктокқа, инстаграмға салып, негізі салады олар, инстаграмда бар оларды. Адамдар, мне кажется, просто іздемейді. Іздемейді. Адамдардың өздерінен де бар, бірақ және де маркетинг жағынан дұрыс салынбайтын сияқты, дұрыс жеткізбейді бәлкім. Кейде қорқады ау деймін ойымша. Басқа ортаға барып, өз ойынды айту қазіргі кезде бізде бір қысым болатын сияқты. Яғни сен ол кітапты ұнатпайсың ба? Неге ұнатпайсың? Бәріне ұнап жатыр ғой, немесе неге сен осы кітапты оқымайсың? Әлі оқымағансың деп, Ал кейде мен естігем, қасымдағы адамдар болатын, қазақша оқымайсың ба? Қазақша оқыған жақсы, сен өз еліңді құрметтемейсің деген сөздерде болған көбінесе. Мен түсінбейтім неге олай айтатын адамдардың. Бірақ ондай адамдар, кітап оқымайтын адамдар көбісі. Сен кітапты көп оқисың, немесе ақшанды кітапқа жарата бересің дейді. Ал көбісі түсінбейді кітаптың қалай адамға әсер ететінін шынымен де. Егер сен кітап оқып, кітапқа үңілсең, сен еш нәрсе уже шыға алмай қаласың. Және өмірге басқаша қарайсың шынымен де. Кейіпкерлердің өздерінің өмірлеріне кіріп, өмірлеріне кірген кезде ойлайсың, өз өмірінің қалай, сол кейіпкерлерде өзінің өміріндегі адамдарды кездестіресің. Шынымен де сол кейіпкерлерде өзінің өміріндегі адамдар мінездері, мінез құлықтары болады, соларды қарап мәссаған деп ойланасың. Және кітап оқығаннан кейін детальдарға мән бересің өмірдегі. Ол да бар. Және кітап оқысаң романтизация көп кете ма? Мен жаңа Нұрайдың сөзінде қалып кеттім де, шынымен де адамдар кітап талқыға бармайды, өйткені өздерінің ойларын ашық жеткізуге қорқады адамдар. Өйткені расымен де біздің менталитетте қалыптасып қалған андай нәрсе бар да, іштей бәрі сенде қорқыныш болады. Қазір мен өзімнің ойымды айтамын, бірақ ана адам маған қарсы шықса не істеймін, қазір бәрі маған жабылып кетсе не істеймін деген сияқты іштей қорқыныш болады. Кез келген адамда ол біздің менталитетте қалыптасып қалған нәрсе, және де одан біз құтылудың жолын іздеуіміз керек. Қазір жастар негізінде жақсы жаққа дамып келе жатыршы, ешкім өзінің ойын ашық айтуға қорықпайды. Жаңағы орыстың менталитеті деп айтады ғой енді біздерде. СССР кезінде қалып қалған нәрсе деп. Расымен де ол СССР кезінен қалып қалған нәрсе сияқты. Сол үшін де оны жойып, өзіміздің ойымызды ашық, еркін жеткізуге біз ұялмауымыз керек. Және де сондай кітап талқыға бара берсең, жаңағы өзіңнің ойыңды ашық жеткізіп үйренсең, онда сенде ол қорқыныш жойылады міндетті түрде. Достоевскийдің бір күшті сөзі бар, маңызды кітаптарды оқы дейді. Қалған өмір өзі үйретеді деп. Сол қазір сіз үшін соңғы оқыған, бәлкім жалпы кітап оқу карьераңызда деп айтайын, ең бір қатты ой түйдірткен, қатты әсер еткен қай кітаптарды айта алар едіңіздер? Маған ең бірінші 9-шы сынып оқып жүрген кезде оң қолды оқып,
кәдімгідей 2-3 күнде өз-өзіме келе алмай қалғам. Расымен де мен көзіме қатты елестетем де, ана кейіпкердің түрін, қалай қайтыс болды, барлығын мен елестетіп кеттім да. Және де сол кезде маған кәдімгідей ауыр тиді. Төлен Әбдіктен мен кәдімгідей жолай алмай қалғам 1-2 ай. Содан кейін қайтадан өзім келіп, бірақ керісінше Төлен Әбдік мен тартты сол жағымен. Мен өзім мистиканы, жаңағы детективтерді оқығанды өте жақсы көрем. Және де қылмыс туралы нәрселерді оқығанды, білмеймін, сондай нәрселер маған жанр өтеді де өзі. Сол мистика туралы жанрды оқығанды, мистиканы оқығанды жақсы көрем, өте қатты. Соңғы рет оқыған кітабым мистикаға байланысты ол Гарри Поттер болған шығар, сол. Өзі Гарри Поттерлардың жақында күні болды ғой. Сол туралы айтып берсек, ең бірінші. Күні? Иә, Гарри Поттерлердің күні болды жақында. Сол фанаттардың. Поттерлардың күні ма? Иә. Хэллоуин кезінде сол жерде мародерлар дейді оларды. Сол 31 қараша. Қазан. 31 қазан мародерлар қатыс болатын күні. Гарридің сол кезде жоқ, өмірге қайтып келген десек болады. Оны өлтіруге тырысты сол кезде қайтып келгені. Сондай күн болды. Сол күнді өздері бұлай санайды емес пе, Поттерлар қайтадан жаңағы сол ситуацияға, жағдайға тап болады. Одан кейін қайтадан Волдеморт қайта келеді деген сияқты. Тарих қайтадан қайталанады деп, сондай нәрселер болған. Балалар кітабы деп айтады, бірақ ішінде күшті философиялық ойлар бар ғой. Маған анау ұнайды. Өлгендерді емес, тірілерді ая дейді ғой. Волдеморт айтқан сөзім ғой. Бірақ кітап пен фильмнің айырмашылығы көп. Жер мен көктей. Жер мен көктей. Қазір қайтадан түсіріп жатыр ғой. Сериал күтеміз берсі. Қайта бір көріп шыққым келеді. Және де ана жаңағы алдыңғы бөлімінде болмаған нәрселер осы жол болса екен, толықтырылса екен деген жаңағы фанаттардың арманы бар ғой енді. Сол орындалса екен деп тілектеспіз. Рождествоның алдында сонда атмосфера болады, бәрі қайтадан көріп, мандармен Поттер деп. Самый видный Квиндич ойыны болды ғой. Этот кәдімде үлкен бұл. Сол жерде мен 2 любимый персонажым бар, этот аты кім еді? Любимый еще білмеймін ба? Джордж пен Фред, сол екеуі. По идее, күшті сол жерде раскрывать ететін еді, бірақ оны қалдырып кетті. Солай еще Джинни деген, Джинни Уизли тоже күшті персонаж еді. Оны вообще ашқан жоқ қой, мүлдем ашқан жоқ. Айтпақшы, Том Фелтон қайтып келеді. Спектакльге оралды. Спектакльде ойнады. Гарри Поттер болып кетті достар. Сіздерде қандай кітап ерекше әсер берген, үлкен ой салған? Ең бастапқы кітаптарымның бірі қазіргі танымал детектив жанрында Агата Кристиді айтсам болады. Мен оны бастап оқығаным мектеп кезінде оқып жүргенде өзіме көріп қалдым. Осындай кітап бар екен, сөйтіп алып оқыған болатым. Ол жерде жазған деталь, диалог және де сипаттау онша қатты жоқ та, ол жерде қатты басқа авторлар сияқты 1-2 бет емес, кішігірім сипаттау ғана кетеді. Яғни адамға қайтсам болады, ыңғайлы, оңай. Содан кейін Агата Кристиді оқығаннан кейін мен өмірдегі сол детальдарға мән беретін болдым. Детальдарды кәдімгідей өзім жақсы көрем. Яғни даже өзім суретке түсірем. Суретке түсірген өзінде детальдарды суретке түсіріп, адамдар көрсеткен ұнайды. Себебі ол детальдарды байқамайды адамдар көбінесе. Адамдар асығыс, өмірде шынымен де асығыс. Ал осы кітаптан кейін мен кішкене өмірге басқаша қарадым. Және тағы айтып кететін болсам, ол Николас Спаркс романдары. Яғни шынымен де андай махаббат романдары айта кету керек. Себебі Николас Спаркс махаббатты әдемі сипаттайды мен үшін. Жылататындай бар. Фильмдер де бар. Фильмдері көбінесе кітаптарына қарағанда қызық. Актерларды, керемет актерларды алып ойнатқан сол жерге. Ал кітабында өз ерік бересін
қиялға, және де оқып жатып нойға ғашық боласың кейде. Шынымен ол кітап маған сол адамдардың ойлауы, және де адамдардың қалай айтсам болады, мәселелері, өз мәселелері бар. Яғни ол адамдарға негізі шынымен де бәрібір. Осы өмірде шынымен бәрібір. Сен қазір айтып жатқан сөзің оларға бір аптадай қызық болуы мүмкін. Алайда келесі күні немесе уже кешке олар ұмытады. Себебі әр адам өзінің мәселелері бар. Және де кейде адамға реніш болады. Сол кітаптан кейін мен адамға ренжи алмаймын. Білмеймін неге екенін. Николас Спаркс әр кейіпкерін өзінің бір оқиғасы болады. Сол оқиғасымен сипаттайды. Яғни сен адамға ренжіп тұрсың, бірақ ол адамның қалай сол ситуацияда болған білмейсің. Және де ренжіп тұрған кезде сол ойланасың. Адам мысалға бір қатты мәселесі болған шығар, мүмкін бір жер басқа біреумен ұрсып қалды дегендей. Содан кейін эмпат боласың. Шынымен де мен адамдарға онша қатты ренжи алмаймын. Ренжісем ойыма сразу бірден, яғни бұл адамның күні дұрыс болмаған, содан кейін саған өз жырын сенен алған шығар дегендей ой келеді. Сондықтан мен осы екі авторды айтып кеттім, себебі осы екеуінің арқасында өмірдің детальдары мен және де әр адамдардың өзінің қалай айтсам болады, ерекше қасиетін байқаймын. Мен де айтатын болсам, қазір ойыма келіп тұрғаны тек қана Граф Монте-Кристо. Қазір өзім сол романды оқу барысындамын. Және де осы роман несімен ұнайды. Ол жерде детально бәрі жазылады, ол бір бөлек, және де логический цепочкасы бар. Андай бір моменттерді тастап кету, ананы ұмыт кету, мына туралы жазбай кету деген жоқ. Әрбір жасаған оның ісі бәрі түсінікті және де түсіндіріледі. Не үшін ол оны жасады, не үшін ол ана островқа барды, наны не істеді. Және де бәрі деген сценарий бойынша ма, или дұрыс келетеді. Сонысы жақсы. Ал және де ол роман ұзақ болған соң, мен кейде тоқтап қойып, басқасын оқып кетемін дегенде бар. Бірақ сондай моменттерде оқып отырасың да, и анамен салыстырасың ғой. Салыстырғанда өте қатты салыстырып жүреді. Себебі кейбіреулер деген айтады да, міне мына қызда мынандай затқа ұнамайды дейді, допустим, шоколад жеген ұнамайды дейді, и келесі моментте ол біреумен сөйтіп чай ішіп шоколад жеп отырады дегендей. Ал ана жерде ұмытылмайды, оның бәрі барлық кішкентай моменттерді сақтап қояды да, и оны ары қарай қолданады. Сондай ходтар менде фильмде болсын, кітапта болсын, барлық жерде қолданғанды күшті ұнайды. Себебі қарап оқып отырып бәрін есте сақтап, және де сол қайттан келсе алдына бүйтіп андай теплый чувство келеді сөзіне. Сол. Одан кейін мен бір жазушыны айтқым келіп тұр. Өйткені ол жазушыны ешкім айтпайды. Ол Ақселеу Сейдімбек. Ақселеу Сейдімбек ол басқа автор жазушылардан оның ерекшелігі, ол мүлдем ешкім көтермеген мәселелерді көтереді. Ол суреттеуге де мән береді, ол оқиғаның желісіне де мән береді. Барлық нәрсе ол үшін маңызды да, өзінің романы болсын, жаңағы туындылар болсын, барлық нәрсе ол үшін маңызды. Және де маған ең қатты өткені оның Күзеуде деген шығармасы. Ол жердегі жаңағы спойлер жасамай ақ қояйын енді оқитындарға, бірақ дегенмен де ол жақтағы көтерілген мәселені мен басқа авторлардың көтергенін байқамаппын. Және де сол нәрсе маған өте қатты ұнады да. Расымен де ешкім көтермеген адамзаттың емес, отбасының мәселесі ол. Ол жерде жасы шамамен 70 талқындаған шалмен жаңағы өзінің әйелі болады, бірақ ол кісі әйеліне жаңағы көзіне шөп салады ғой. 70-ті алқындаған шал енді. Ондай нәрсе расымен де бар. Біздің қазақта көтерілмеге қалған мәселелердің бірі де. Және де ол нәрсеге көп жаңағы адамдар нормаль деп қарайды. Яғни бұл норма болып қалыптасып кеткен бізде ол нәрсе. Немесе үндемейді, ұят болады деген принциппен үндемейді. Сондықтан да осы нәрсе маған ұнады. Және де өзіме қатты ұнайтындардың бірі Мұхтар Шаханов. Ол кісінің енді тұспалдап сөйлегені, жаңағы кез келген мәселені ашып, айқын көрсететіні, шындықты ешкімнен жаңағы тайсалмастан көрсететіні ашып. Соның барлығы маған өте қатты ұнайды. Және де ол кісінің әсіресе өлеңдері бар ғой. Өлеңдері кәдімгідей шығарма ретінде суреттелген. Сол нәрсеге мән береді.
иә, ең бірінші және де Дінмұхамед Қонаевты Дінмұхамед Қонаев етіп көрсеткен бізге Мұхтар Шаханов деп айтатын едім. Өйткені ол кісінің алдына барып өзі жеке сұхбат алған, сол туралы жазған, және де маған ең қатты ұнаған сөз есімде қалып қойыпты. Ғашықтар бар әңгімесі таусылған, ал ғашықтық таусылмайтын әңгіме дейді ғой, махаббат таусылмайтын әңгіме дейді. Сол нәрсе маған қатты өтті. Әсіресе Зухра апамыз бен Дінмұхамед Қонаев атамыздың екеуінің махаббаты өте керемет суреттелген енді. Айта кететін жайт, кітаптар бұрынғы көтерілген мәселелер әлі күнге дейін келе жатқанын дәлелдейді. Шынымен де сол жағы маған өте қызық. Бір кітапты аласың, бір мысалға әйел теңдігі болсын бағанағыдай, және отбасылық мәселе болсын, тағы да пандемия. Көп жайттар сол заманнан келе жатқан мәселелер әлі күнге дейін өзекті. Және кейде бізде дау болып талқыланса да, ол шешілмейді ол мәселе. Сол жағынан маған қызық болады. Әдеби терапия жобасын бастағанда жаңағы негатив болған әңгіме айтқан адамдар болды, жетпеген осы еді деген сияқты. Себебі кино, кітап деген көбінесе демалудың бір құралы. Оны бүйтіп талқылайтын болсақ, одан да бір ары қарай білім жасау деген адамдар үшін қабылдау ауыр деген сияқты пікірлер болды. Сіздер қалай ойлайсыздар жаңағы кітаптың терапиясы, кітап оқудан қандай терапия алуға болады? Мен кітап оқыған кезде өзімнің мәселелерімді ұмытып кетемін. Сол ең бірінші маған жаңағы жақсы жағынан сол. Одан кейін ол бөлек әлем сияқты мен үшін. Ол кітап оқу кино көрумен тең нәрсе мен үшін. Өйткені кез келген кейіпкерді, сюжетті барлығын елестетіп отырасың сен. Сосын өзіңнің мәселелерін те осы өмірде сүріп жатқаныңды, өзіңнің кім екеніңді ұмытасың да. Маған сондай нәрселер ұнайды. Мысалы, музыка тыңдаған кезде мен ондай әсерді ала алмаймын да. Ал кітап оқыған кезде оның әсері бөлек, киносын көргендегі әсері ол мүлдем бөлек та. Маған кинодан қарағанда кітаптың әсері өте қатты өтеді. Және де ұнайды сол сезім. Сол сезім ұнайды маған. Жанына тыныштық береді шынымен де. Кітап оқыған кезде айналаның бәрі тыныш, уақыт жай өтеді. Және де оқыған кезде шынымен де ажыр айтпақшы, кейіпкерлерге үніліп, кейіпкерлерді шын өмірде көргендей боласың. Әр оқыған кітаптың кейіпкерлері өзіме ұнайтын. Менің қалай болады, басымда тұрады кәдімгідей, ойымда жүреді. Осы кейіпкер болсам қалай болатын еді, не істейтін едім дегендей сұрақтар өзіме қоямын. Және де кітап оқыған шынымен де мен үшін терапия. Мен кітапты қолыма аламын ба, болды. Мен бүкіл затты ұмытамын, бүкіл өзім мәселелерімді ұмытамын. Себебі мен ойымша бұл адамға керек зат сияқты. Қазіргі заманда адамға керек зат осы кішкене болса да осы өмірден қиялға беріліп, кішігірім қиялға берілгенде өте жақсы. Себебі жұмыс, үй, баламды асырау керек. Күйбең тіршілік. Тіршіліктің арасында кішкене болса да тыныштық сыйлайтын осы кітап. Адам қажып кетеді ғой кейбір, мысалы үшін сол жаңа үй жұмыс деген нәрседен. Сол үшін де арасында кітап оқып миын тынышталдырып алған дұрыс та, демалған дұрыс. Ал кейде қолыңдағы кітап сенің осы өмірдегі іздеп жүрген мәселені шешімі болып қалады. Шынында да оқып жатасың да, кейіпкер тура сен сияқты бір жағдайда түседі, басынан өтеді. Қарайсың, ол қалай шешеді ол мәселені, сен қалай шешуіне болады еді сол мәселені. Шынымен де сондай сәйкестіктер болып қалады. Бұл мен ойымша бір айтады ғой, знак деп ше. Белгі. Ал талқылаушы. Талқылау ол бөлек әңгіме. Ол прям ритуал өзінің бар. Қыздармен жиналып шәйшіп отырып талқылауына оны талқылап отырып өмірінде не отқаныңды ішіне қосып жібересің, салыстырасың. Мысалы, мына кейіпкер былай істеді ғой, ал есіңде ме, менде де осындай оқиға болды ғой деп. Соның бәрін қосқан ол
күшті, керемет. әсіресе еліктейтін адамдарға жақсы сияқты. Мысалы мен бір кітап оқысам, ана кейіпкердің өмірімен ары қарай өмір сүріп кететін сияқтымын. Сол кітаптан 3-4 күн не болмаса бір апта, кейбір кезде тіпті бір ай, бір жыл сол адамның өмірімен өмір сүріп жүрген сияқты боламын. Немесе мысалы көбінесе маған кішкентай кезімнен кітап оқыған кезде жаман кейіпкерлер болады ғой, солар ұнайтын. Білмеймін неге олар ұнайтын, бірақ ұнайды. Қыз болсын, ұл болсын, сондай кейіпкерлерге өзім еліктеп аламын да, миыммен сол адамның өмірімен өмір сүріп жүремін ары қарай. Және андай болады ғой, кітапты оқып жатқан кезде талқылау бір бөлек, ал бірақ сол кітап туралы жазу бір бөлек. Мен өзім кейде өзіме ұнаған кітапты телефон болсын, қағаз болсын, негізі қаламмен қағазды алып жазған жақсы көремін. Себебі ол қазіргі кезде менің сол қалай айтсам болады, кітапты толыққанды не үйрендім сол кітаптан, және қай жерлерін түйіп алғым келеді, және бұл персонаж, бұл кейіпкер тағы қалай қалай шеше болатын еді өзінің мәселесін дегендей сұрақтар қоямын өзіме, және сол туралы жазам. И қазір мен ойымша осы қалам мен дәптерді алып жазудың өзі керек сияқты адамдарға. Себебі шынымен де жетіспейді қазіргі кезде. Бәріміз ұялы телефонға үйреніп алдық, және ол ұялы телефон қолымызда әрдайым. Біз басқа зат жоғалғанда ұялы телефон жоғалмасын деп тілейміз шынымен де. Бүкіл ақпарат барлығы ұялы телефонда, алайда сен ұялы телефонды 5 минутқа қойып, өз-өзіңмен жай ғана қаламмен дәптерді алып жазып көрсең, шынымен де өзің бір кішкене сергіп қаласың. Және де әсеріңді ұмытпау үшін міндетті түрде жазып отырған дұрыс. Осыны мен Шоқан Уәлихановтың күнделіктерінен оқып едім. Кез келген өзіңнің бір кітап оқисың ба, сол кітап туралы ойыңды қойын дәптерге жазып аламын дейді, түртіп аламын дейді. Және де ол ақынның қай жерде дүниеге келгенін, жаңағы өзіне керек ақпараттардың барлығын қойын дәптеріне түртіп алатын болған. Және де ол кейін тіпті ол кітапты ұмытып қалған күннің өзінде қойын дәптерін ашып қарасаң, соның барлығы есіңе түседі де, санаңда шарықтайды сол ойлар. Сондықтан да бұл нәрсе маңызды, және де бізге өте керек нәрсе, расымен де Нұрай айтпақшы. Ол нәрсе бізге қазір жетіспейді. Және тек кітап қана емес, өзінің алдыңғы жылға қарағанда өзгерістерді жасанда. Өзіне де бір, қалай айтсам болады, мотивация дейді ғой қазіргі кезде. Себебі ол да жақсы, сен ұялы телефонда қарайсың да, немесе бір жыл бұрынғы өзіңде қарап сынайсың қазіргі мен. Яғни басқа адамдармен емес, тек өзіңді. Себебі бұл мен ойымша жақсы бір мотивация. Бұрында болған, мысалға, бұрында ашық сөйлемейтінмін, немесе ұялатын деп, қазір кезде сен сонымен жұмыс істейсің, және осы уақытқа дейінгі жұмыс істеген талпынысың шынымен де бір мақсатын орындалған болады. Яғни сен қазір уже ұялып сөйлемейсің, яғни өз ойыңда еркін айта аласың деген сөз. Солай адамдар жазып отырса, мен ойымша ол да бір ерекше сияқты. Тек кітапты емес, өзіне керек түйінділерді немесе инсайт дейді, соларды жаз. Бұрында біз барлығымыз күнделік жазатынбыз. Негізінде қазіргі кезде сондай күнделік болса дейсің өзінде. Күнделік, агента. Қазір сол бір вайпта керек сияқты. Енді қазір бағана талқылап кеттік қой, қазақ және шетел әдебиетіне қатысты ұқсастықтар мен айырмашылықтар бір салыстырып кетсек. Мысалы, бізде көкшелек бар, Мұхтар Әуезовтың. Сол кісі идеяны Белый клыктан алған дейді, Джек Лондонның. Бірақ екеуінде финал екі түрлі. Себебі батыс жазушылары көбіне адамзаттың проблемасын көтеруге тырысады да, байқасаңыздар, Белый клыкта соңында қасқыр адамдардың ортасында қалады. Мейірімділікпен сол нәрсені жеңді дегендей. Ал қазақ жазушылары көбіне ұлт мәселесін көтеруге тырысатын еді. 20 ғасыр жалпы қазақ әдебиетінің алтын ғасыры деп айтамыз ғой. Араға 20 жыл салып қойдым Белый клыктан кейін көкшелекті жазған кезде. Кейбір зерттеулерде былай айтылады. Көкшелек ол халықтың метафорасы, халықтың образындағы жануарда, ал адамдар сол отарлық билікті орнатқысы келген жүйе деген.
яғни соңында сендер бәрібір менің түп тамырымды құрта алмайсыңдар дегендей жаңағы табиғатқа қайтып оралады ғой қасқыр. Сондай енді солай салыстырғанды жақсы көремін өзім сондай. Сол сияқты қандай бір мысалдарды білесіздер, енді әртүрлі жанрда оқиды екенсіздер. Негізі жалпы ондай салыстырмалар өте көп. Және де көп жаңағы ақын жазушылар біздің қазақ жазушыларын оқығаннан кейін біздің қазақ жазушыларын кінәлайды ғой. Көбіне плагиат жасайды депші. Жаңағы олар менің ойымша тек қана шабыт алатын сияқты. Мысалы үшін мен бір шығарманы оқып шықсам, артынан сол нәрсеге мені шабыттандырады да, мен де осындай нұсқада, бірақ өзімнің версиямды, өзімнің нұсқамды жасап шығарсам деген ой болады ғой адамның кез келген. Сондықтан да қазақ жазушылары сондықтан да өзінің жаңағы нұсқаларын ойлап тауып, сол үшін жазды деп ойлаймын мен. Мысалы 24 жылға Билли Миллиганмен және де біздің өзіміздің парасат майданын көп салыстырады. Яғни тұлға аралық өзінің ішінен бөліну бар ғой, сол нәрсе жағынан. Жалпы бірақ негізінде екеуінің сюжеті де желісі де мүлдем екі бөлек. Қалай алып келетіні екі автордың алып келу жағынан алсақ өте ерекше. Әрқайсының өзінің ерекшелігі бар яғни. Және де Кафка мен бізде Оралхан Бөкейді көп салыстырады ғой. Екеуінің де жанрлары ұқсайды, бірақ негізінде Оралхан Бөкей суреттеуге де көп мән беретін сияқты Кафкадан қарағанда. Философиялық ойлардан, иә. Сонысымен ерекшеленеді. Және де есіме ең бірінші түскен айта кететіндей ол Қыз жібек пен Ромео Джульетті ұқсайды. Екеуінде не болғанмен. Екеуінде де ұлтаразылшылық бар. Біреуі деген басқа семьянка болса, мына жерде рулармен жолдың арасы, екеуі де трагедиямен бітеді. Сол жағынан өте қатты ұқсас. Отбасылары жаулас дейсің ғой. Жау, иә. Екеуі де сол жерде өледі соңында. Ромео да өледі, ана Қыз жібек те өледі. Негізінде оның шынайы өмірде Қыз жібек негізі Төлегеннің інісі болады. Сол інісіне тұрмысқа шығады негізі. Иә. Ал біздің өзіміз кітап оқимыз ғой, сол кітап оқығанда ол жерде керісінше бірінші Төлеген өледі, одан кейін қайтыс болады, яғни одан кейін артынан Қыз жібек суға батып кетеді. Солай белгіленген негізінде. Сол сияқты Ромео Джульеттада да Джульетта өз-өзін өлтіргендей болады басқаның көзінше, ал содан кейін Ромео өзін өлтіргеннен кейін Джульетта өзін өлтірген. Негізі былай қарасаң тарихты кітапқа жазғанда өзгертіп жазу мүмкін цензураның кесірінен шығар, болмаса кейбір нәрселерді дұрыс жеткізу мақсатында бәлкім. Мысалы Мұхтар Әуезов көбіне өзінің жаңағы романдарында, жаңағы нелерінде, туындыларында көп нәрсені жасыру мақсатында, көп нәрсені жаңағы астарлап жеткізу мақсатында жаңағы шындықты жасырғанда. Ойлану үшін бай. Және де үнемі талқылаймыз ғой, мысалы үшін сабақта жаңағы Абайдың әкесі бар ғой, Құнанбай. Сол кісіні өте қатал, өте сондай сұрғып көрсетіп қойғанда, бірақ расымен негізінде ол шынайы өмірде ондай емес қой. Мысалы мен Құнанбай қажыны артынан оқып шықтым да, Құнанбай қажыда ол мүлдем басқа кісі ретінде суреттелгенде. Мен ойымша ол оқырмандарды қызықтыру мақсатында. Жоқ, ол жаңағы кеңес кезінің иә. Және кеңес кезінің кейбір шектеулеріне байланысты. Болыстарды сондай, байларды бізде қалып қалған ғой. Байлар, олар жамандар, ақшадан бойын құртады, ертегілер сол арқылы санамызға еніп қалған. Қазір бізде бай екен айтуға қорқатын адам көп деген сияқты ғой. Жалпы мысалдар өте қызық. Сол айтады ғой, егер шығарманы оқып болғаннан кейін мен бұны өзімде жаза аламын десең, значит ол жақсы шығарма дейді да. Бәлкім осының бір дәлелі де шығар, шетелдік авторлардан солай шабыт алып ары қарай жаза алып жатқандары. Үш кітап оқығанша бір кітапты үш рет оқыған. Себебі бір кітапты оқығанмен уақыт өте келе сен ойың өзгеруі мүмкін ол. Себебі сен адам ретінде өсесің, тұлға ретінде өсесің, және де бір проблема, бір мәселе ол саған үлкен болып көрінгенде, келесі жылы ол тіптен мәселе ретінде, проблема ретінде қарастырмайсың. Сол сияқты
және сюжет өзгереді. Сенің миыңда ана сюжет басқаша болып қалыптасуы мүмкін, өйткені сен ол кезде басқаша ойладың да. Ал қазір басқаша қабылдайсың, өйткені қазір мысалы басқа адам болып өзгердің, басқа жаққа өзгердің. Мүмкін ол бір айдан кейін оқығаннан кейін саған басқаша әсер беруі мүмкін, немесе бір жылдан кейін, немесе 3 жылдан кейін. Ол енді адамның өзінің өсуіне байланысты ғой. Кейбір адамдардың мысалы үшін бір жылда өзгеріп кетеді, кейбіреулер бір айда соғанда. Иә, себебі бір кітаптан бірнеше түйін ала аласың да. Сонысы маған кітаптарда қатты ұнайды. Бүйтіп бір жағынан қарасам басқаша, былай қарасам басқаша. Хотя былай бір түйінді, бір. Иә. Сол бірнеше. Жақсы, бір қорытынды сұрақ болсын. Әлі оқымаған, бірақ оқығымыз келетін кітаптарды айтып шықсын. Мәңгілік бала бейне. Мен театрына бардым, бірақ кітабын оқымадым. Кейін оқимын деп қалып қалды да ол нәрсе. Сол оқып көргім келеді мәңгілік бала бейнені. Уишлист дейміз ба, не деп айтады? Ашып алайын деп бәрін ашайын. Маған кімді Николас Спарсты оқығым келеді, бірақ оқи алмаймын, себебі ол көбіне трагедия. Махаббат жайлы жазады, бірақ махаббатынан да қатты мұнды қылып жеткізеді да, және де тек қана соғыспен, я сонымен байланысты болған соң мен андай және Ремарк сияқты сондай жазушыларды оқу қиын, себебі слишком мұнды қылып жазады. Өзім андай депрессияға түсіп кететін сияқтымын, ананы оқып махаббатқа деген разочарование кетіп. Эмпаттарға оқуға кейін. Иә, сол мен қатты эмпатпын. Кітапты оқимын, кітаптың сюжеті қалай бітеді, менің бір апталық күнім примерно сондай мутта, сондай вайбта кетеді. Одан кейін маған қанат сөздерден Қадыр Мырзалиннің сөздері өте қатты өтеді. Сосын шығыс ойшылдарының, әсіресе Омар Хайям, жаңағы Аббас Әл-Ақат бар ғой, соныкі өтеді. Одан кейін Қадыр Мырзалиннің осында жақында бір третке салған ойымыз бар еді ғой. Шын еркекті көргенде әйел біткен әйел болғанына қуанады деген. Және де екінші сөзі есімде қалып қойыпты. Орманда адасу бақыт қой дейді. Екі әйелдің ортасында қалып адассаң, сол өзіңе қайғы дейді. Сондықтан да қазіргі ситуациялармен, қазіргі жағдайлармен өте байланысты сияқты осы екі жаңағы қанатты сөз. Күшті алып келдіңіз негізі. Әдебиеттегі әйел образы мен ер адам образы, идеал образ қалыптасқан деп ойлайсыздар ма? Қазақ әдебиетінде қатты қалыптаспаған деп ойлаймын. Әлемдіктің өзінде де көп деп айта алмайтын едім, бірақ әйтеуір бірен-саран бар ғой. Вот менен рол модель деп айтатындай. Әлемдік әдебиеттің ең үлкен проблемасы сода. Слишком көп персонаждар болған соң, нақты біреуін таңдап алу қиын. Себебі әр біреуі бір жағымен сен үшін керемет. Және де былай қарасаң ойларымыз да бөлінуі мүмкін. Мысалы, Нұрайға мына кісі ұнаса, маған ол образы мүлдем сай келмейді, сондай дегенде. Ал қазақ әдебиетін алсақ, персонаж, ең танымал персонаждар аз, және де көбісінде мен үшін жоқ сияқты идеалы. Себебі өзім аз оқимын и аз білемін. Маған Ақбілектегі Балташ ұнайды. Кейіпкер ретінде толық ашып көрсетілген деп айта алмаймын, бірақ расында идеал ретінде әрекетімен ұнайды. Расымен де көп сөйлемейді, тек әрекетімен дәлелдейтін еркектер бар ғой. Балташ мысалы мен сондай етіп көремін. Одан кейін, бірақ әрекетімен дәлелдей алмаған, ол жастығымен байланысты деп ойлаймын. Қайыркен бар. Қайыркен расымен де өзінің әйелі болмағаннан кейін де араласа алмады деп ойлаймын салтанатты. Және де өзінің жастығы да бар ғой. Және әкесінен сәл қорқақтайтын сияқты маған. Сол нәрсеге байланысты ол ситуацияға, ол жағдайға араласа алмады. Сыртта қалып қойды деп айта аламын. Екінші планда деп айтамыз ғой, екінші планда қалып қойды. Араласпағанда дұрыс шығар? Дұрыс шығар, иә, бірақ бәлкім өзінің жаңағы әсерін, ықпалын тигізуі мүмкін еді. Сәл де болсын әрекет жасау керек еді деп ойлаймын. Ақыл айтып па, мысалы. Сосын Қараш-Қараштағы Бақтығұлды айтады көбісі. Кімді? Бақтығұлды. Иә, отбасына күшті қорған болған деп айтады. Маған ұнамайтыны қазіргі қазақ әдебиетінде жасынды неге идеал етіп көріп алған бәрі. Расымен де маған жасын мүлдем ұнамайды. Кейіпкер ретінде. Мүмкін оның ойлары көп адамдарға мүмкін өтетін шығар.
Одан кейін Шұғаның белгісіндегі Әбдірахманның бейнесі өте керемет ашылған. Бірақ соңына дейін бара алмаған әрине өкінішті. Әттеген-ай деген сәттер бар ішінде, бірақ негізінде Әбдірахманның жалпы талантты бала екені басынан ақ белгілі болды деп ойлаймын. Талантты, басқа өзінің қатарластарынан қараған кезде ақыл жағынан болсын, парасат, басқа жақтан салыстырмалы түрде өте жақсы ашылған кейіпкер. Идеал. Қыздар жігіттерден бар ма идеал? Ер адам Бағана айтқандай Николас Спаркстың шығармасында бар. Өзім үшін Лэндонды айтып кетсек болады. Спеши любить. Шынымен де басында бұзық болған менде. Бұзық болса да қыз үшін өмірімен жақсы қошай түсу үшін бәрін салды шынымен де. Бірақ қызға ғашық болып, сол қыз үшін бәрін жасағысы келді. Сосын Гарри Поттерден мысалы кімді идеал ретінде көретін едіңіздер? Гарри Поттерден идеалдарыңыз кім? Гарри Поттердан, именно идеал ретінде қарайтын болсақ, Артурды санамайды. Артур, потому что себебі ол финансовый состояние әке жақсы болғанмен неге сол жағы көп бала туды деймін да. Финансовый жағынан оларды Ал бағана өздеріңіз Джордж пен жаңа кімді айтып жатыр, Фредті айтып жатыр едіңіздер ғой. Бірақ оларды идеал ретінде санауға қарастыра алмайсың. Просто маған ұнайтын персонаждар. Ал идеал ретінде алатын болсақ, Никто не идеален. ол да бар. Жай қызық бір тартымды кейіпкерлер бар, бірақ идеал деп айта алмаймын. Шерлок Холмс, Мен онымен дос бола алмайтын едім, не то что... Өйткені дос бола алмайды өзде. Өзіме дос бола алмайтын адам. Сол себепті андай сияқты душнилалау ма? Жоқ. Енді ойлашы, бір факті дұрыс емес. Сатсапат қой. Иә, вот сонысы. Феррарин сатып, жаңағы неге кететін бар ғой? Философияға кететін монах, сол туралы ше. Немесе... Монах, который продал свою Феррари. Жоқ, оны естімедім. Иә. Ремарктың кітаптарын айтып кетсек болады. Ол жерде шынымен де еркек адамдарды идеал ретінде көрсеткісі келген. Эрик Мария Ремарк. Оқып отырып қызғасын. Бірақ кітаптарында шынымен де ауыр сол қайтсам болады, соғыстың ауыр мәселелері көтеріледі. Оған қатысты тағы да сол замандағы адамдардың көптеген мәселелерін көтеріп қана қоймай, оны жақсы бейнеленген. Және де махаббат линиясы бар шынымен де. Және сол жерде ер адамдарды кей кітаптарына, мысалға Ночь Лиссабоннан алсақ, сол жердегі ер адам кейпі идеал ретінде көрсетілген. Яғни өзінің ғашығы үшін соғысқа қаралмай бір елді басқа елден ғашық үшін келіп, шынымен де сол ғашығымен болғысы келгені. Иә, күрескені көрсетілген. Және де осы байқағанымша, еркектер әйелдерді жақсырақ жазады. Ал әйелдер еркек адамның бейнесін жақсырақ көрсетеді. Әйелдер өздеріне көп хейт болмас, бірақ идеалға өздеріне. Иә, сондықтан да бізде не жоқ сияқты. Қазақ әдебиетінде идеал дейтіндей еркек сондықтан да өте аз секілді, иә. Себебі қазақ әйелдерін оқымайтын. Жоқ, расымен де патриархалды қоғамда болдық қой біз. Сол патриархалды қоғамның да әсері сияқты. Әйелдер жаза алмайды деген сияқты пікір қалыптасып қалған да ойларында, сондықтан да сол үшін оқымайды. Шарлотта Бронте, Хапперли көп. Джон Роллинг. Роллинг деп өзін солай дәріптеп шықты. Жақсы, рахмет. Бағана айтып жатсың ғой, көбінесе қазақ жазушылардың, әйел жазушылардың оқымайды деп. Мен ойымша қазір жастар оқиды, бірақ оны көбісі байқамайды, айтқысы да айтпайды көп адамдар. Жастар оқиды, бірақ оны көбінесе байқамайды. Және де кітап оққан жастарды көрсе, қазіргі қоғамда мысалға сынға алады, және алдында болған тіресте қозғаған ауқымды тақырыптардың бірі жастардың қайсын болады, қоғамдық көліктерде кітап оқу туралы.
сынға алынады шынымен де кітап оқыған сол қоғамдық көліктерде, оны айтып кетсек болады. Жастар оқымайды емес, оқиды, көбіміз байқамаймыз, көбі сынға салады. Сондықтан да онша тартыншақтайтын сияқты, иә. тартылмайды. Негізінде расымен де қазір кітап оқитын жастар өте көп, жақсы дамып келе жатыр. Және де бұрынғы кезге қарағанда салыстырмалы түрде қарасақ, кітап оқитын жастардың саны күннен күнге артып келеді. Сондықтан да олай түсіруге келмейтін сияқты, оқымайды, бұлар осындай деп. Керісінше жастардың тарапынан қазір жақсы қоғам шығып келе жатыр, жақсы көзқарастар қалыптастырып жатыр жастар. Мысалы үшін жаңағы әйел теңдігі деген мәселелер баяғыда талқыланатын, бірақ ешкім оны жаңағы шешімін айтпайтын, іске асырмайтын. Қазір мысалы үшін іске асыратындар да өте көп. Және де көзқарастар да өте жақсы қалыптасқан. Әркім өзінің ойын ашық айта алады, ешкімнен қорықпайды. Мысалы үшін бұрынғы жастар мен қазіргі жастарды салыстырсақ, екеуі мүлдем бөлек. Және де айырмашылығы жер мен көктей деп айтсақ та болады. Сондықтан да олай сынға алып керек емес секілді. Жалпы жақсы дамып келе жатқан, қолдау керек, және де сынға алудың қажеті жоқ. Себебі екі заман салыстыратын болсақ, екеуі де әртүрлі, және бұл жақсы. Себебі барлық адам бірдей болатын болса, өмірдің өзі бір қызықсыз болады. Шынымен де әр адамның өзінің ойы бар, әр адамның өзінің ерекшелігі бар, айтатын сөздері бар, айтатын ойлары бар. Және бұл бізде қоғамдық ойды қалыптастырады, және бұл өте керемет нәрсе. Рахмет. Қыздар келіп, осылай әдемі ойларыңызбен бөліскендеріңізге мен де айтқым келген осы, жастар шынымен кітап оқиды, және ол дәріптелу керек. Сіз айтпақшы, сынға алынбау керек, бұл нәрсе нормаға айналу керек. Әсіресе қоғамдық көлікте тіптік өзінің бір керемет вайбы бар ғой ол нәрсенің. Бүгінше осы әңгіме осы жерде тамам болған дұрыс та шығар, көрерменге айтатынымыз, жазылыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, міндетті түрде алдағы шығарылымдарда қандай кітаптар талқылағанымызды қалайсыздар. Бүгінше біз енді жалпылама әртүрлі кітаптар талқылап өттік. Алдағы уақытта толыққанды әдеби терапия жасаймыз. Сау болыңыздар. Шыға алмай қаласыз ба? Шыға алмай қалып актерлар сияқты. Беріз. Достар, ол айтпай қақшын әлі, бұл қыртыстай қақшын. Все, ондай да бар. Не болды мынау? Содан кейін мен бір нәрсе айта салайыншы. Айта салшы. Гарри Поттер болып кетті, достар. Соңғы жағын айтты, то, что жастар кітап оқымайды емес, оқитын жастар көп деген секілді қорытындылайсыңдар. Сосын және Эркульді айтайын ба? Эркуль Пуаро. Агата Кристидегі детектив. Қызықпасын, Ол неге ол идеал дейтін? Жоқ, осы ондай емес. Айта қой. Қырсынғыртшы жоқ. Давай.